Мына басынан 3 сантиметр саламыз. Міне 3-ті былай қойып, белгілеп алдым. Мына жерге ошыны жазамыз. 2-ге бөлеміз. Ошымыз біздің 21 болды, 21-ді 2-ге бөлеміз. Бүйтіп 21 сантиметрді алдым. Оны біз бүктей саламыз. Сөйтіп осы жерге қойып, белгілеп алдым. Енді былай қарай біз 10 иығы 15 екен. Міне осы жерден 15-ті алып алам. Мына жерден біз 4 сантиметрді аламыз. Мына жер 4 сантиметр болды. Енді біз бұны қосып аламыз. Линейкамен қосамыз. Міне қостық. Енді мына мойнымызды 3-ке қосып аламыз. Мінекей. Мына жеріміз біздің шп 13 болды. Енді мойны иығы кетті. Біз былай қарай 20 түсіреміз. Мінекей 20. Сол 20-дан біз бүйтіп линейкамен сызып аламыз. Мінекей, біз 20-мыз мына жерден болды. 20 болды. Енді біз осы екі жерді алып, былай бөліп, ортасын тауып аламыз. Бұл бізде шығысы болады. Сонда бізде 10-10-нан болды. 20-мыз. Мерге шығысы бөлеміз 2-ге. Шығысымыз біздің ең үлкені 47 болды. 47-ні 2-ге бөлеміз. Мына жерге оғы. Оғымыз біздің 54. 54-ті 2-ге бөліп сала-саламыз. Бұл ер азаматтардың меркалары. Мінекей, былай бірінші 54-ті аламыз сантиметрден. Міне 54. Соны алып бүктедім. Мына жерге қойып, бүйтіп белгілеп алдым. Мынау болып тұр бізде. Енді шығысы 47. Мінекей 47-ні алдым. Бүктейміз. Осы жерге қоямыз. Мінекей, енді біз бұны былай сызып түсіре саламыз иықтан. Мінекей, мына қарай тізу 90 градус бұрыш түсіреміз да. Мына жерден 3 шығарамыз. Мінекей, 3-іміз осы. Былай бізде уже проймасы шықты. Енді бізге спортивкамыздың ұзындығы, мінекей қарап тұрсам, 65 деген біз. Мына жақта жазып қойған 65-ті аламын. Сөйтеміз да бұны сызып аламын бетіп. Міне бұл жерге обы акрус бедер болады. Бұны 2-ге бөліп саламыз. Акрус бедер бізде 60. 60-ты 2-ге бөліп сала-саламыз осы жерге. Мінекей, мына жерден сантиметрден 60-ты аламыз. Сөйтіп осыны бүктеп, осы жерге саламыз. Ол мына жерге келді. Жеткізіп сызбай қойыппын. Мінекей. Енді бізге мына көкірек точкасыменен бөксесін саламыз. Бұл қарағанда бізде бөксе жағы үлкен болып тұр. Значит, бұл кісінің қарны бар деген сөз. Қарны бар. Енді біз бұл жерден бір үлкен болу керек негізі. Кеңдеу болған жақсы. Бұл жерден біз 3 сантиметр кеңдеу қылып аламыз. Бұл спортивка болғаннан кейін, бұл свободный болып тұру керек. Мінекей, бұны үстіп алдық. Міне бұл жағы шықты. Көріңіз, өте жеңіл, оңай түрінде алдық. Енді бізге жеңнің ұзындығы керек. Жеңнің ұзындығын алу үшін, мінекей, біз мына иықтың точкасы мына точканы қосамыз бүйтіп. Міне қостық. Жеңін. Енді біз мына жерден, міне қолтықтың астынан 5 сантиметрдей түсіреміз бүйтіп. Сөйтіп, оны да түсіріп аламыз мына жақ қарай. Міне салдық оны. Енді біз осы арадан, мына жерден 5 сантиметрді аламыз. Мына жерден де біз қыздар 5 алдық. Қазір қайта көрсетейін. Мінекей, мына жерден біз 5 алдым. Міне жазып қоям 5. Және мына жерден де біз 5 алуымыз керек. Міне 5. Енді осы нелерімізді бүйтіп қосамыз. Не қарай. Міне қарап тұрсаңыз, біздің спортивкамыз шықты. Өте оңай, жеңіл болып. Міне длина рукава жазылады. Длина рукавамыз біздің 60. Длина рукава 68 болды. Міне 68-ді қазір көрсетемін. 68 емес, біздікі 61 болды. Мына қол жетеді, сен қата өлшеген шығарсың. Жетеді осы қол. Өте қатты ұзын.
болды көшір. Мінекей былай 32 аламыз. Былай 32 аламыз. Үстіп квадраттап біз шығарып аламыз әзір. Енді осыларды бір-біріне қосамыз. Мінекей 32 болды. Енді біз мына жерден 10 сантиметр аламыз. Мінекей. Мына жерден 3 сантиметр кішірейте аламыз. Сөйтіп мынаның ортасына бұны бүйтіп қосамыз. Мына жерден 7 сантиметр аламыз да бұны бұлай қосып, мынаның тура ортасына бүйтіп жұмырлай саламыз. Бұл біздің капюшонымыздың бас жағы шықты. Мына жерден 10 алдық. Енді осыны, мына жерден біздің мойнымыз 20 еді, оны бөліп алғаным 10 алдым. Осы жерден біз бүйтіп неға қосамыз. Мінекей. Мына осылай біздікі шықты капюшонымыз. Мінекей, енді мына төбесіндегісі, оны да осылай кесіп аламыз, бір-екі қылып. Міне біз летуший мышь піштік, жаңа қолын бүтін қылып. Бұл бізде спортивка, мінекей спортивканы осылай саламыз, ашық жағынан замок қоюға тастадым. Енді осыны алып, келесі бетіне қоямыз. Мінекей келесі бетіне қоямыз, осылай сөйтіп пішіп аламыз. Мына ортадағы кішкентай жерден бізге капюшон шығады. Лекалға салып кейін көреміз. Мінекей осылай біз қырқып аламыз, көрсеңіз. Азғантай матадан біздікі үнемі деп шығарып отырмыз.